Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Мынау ребусты шешіп көрейік. Жауабы Абай. Олай болса, сабағымыздың тақырыбы бала Абай. Сабақтың мақсаты мәтіндегі айтылған ойды түсініп, сұрақтарға жауап беру, мәтінді дұрыс оқу және жанрын ажырата білу, жіктік жалғауын дұрыс қолдану. Ал енді балалар, жаңа сөздерге назар аударайық. Ақын, поэт, ұлы, великий, тұлға, индивид. Жаңа сөздерді менімен бірге қайталайық. Ақын, ұлы, тұлға. Балалар, жіктік жалғауындағы сөздерді де қайталап шығайық. Жіктік жалғауы бұл жерде етістікке жалғанып тұр. Мен ақын боламын. Сен ақын боласың. Сіз ақын боласыз. Ол ақын болады. Суретке қараймыз. Бұл жерде атақты ақын отыр. Ол балаларға бата беріп жатыр. Бата – это благословение старших. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап бер. Абайдың ауылына атақты Дулат ақын келді. Абай әжесінен Дулат ақын туралы сұрады. Дулат ақын Абайға бата берді. Абайдың әжесі Зере өте мейірімді адам. Ол Дулат ақынды құрметтейді. В аул Абая приехал известный поэт Дулат. Абай спросил бабушку про поэта Дулата. Поэт Дулат дал благословение Абаю. Бабушка Абая Зере очень добрый человек. Она уважает поэта Дулата. Ал енді мәтінді тағы да бір рет іштей оқып шығыңдар. Ендігі кезекте сұрақтарға береміз. Бірінші сұрақ. Абайдың ауылына кім келді? Абай әжесінен кім туралы сұрады? Абайдың әжесі қандай? Қонақ кімге бата берді? Сұрақтардың жауаптарын тексеріп көрейік. Абайдың ауылына Дулат ақын келді. Абай әжесінен Дулат ақын туралы сұрады. Абайдың әжесі мейірімді. Дулат ақын Абайға бата берді. Жарайсыңдар, балалар. Сендер де осылай жауап берді деп ойлаймын. Екінші тапсырма. Диалогты рөлге бөліп оқыңдар. Сұрақтарға жауап беріңдер. Прочитайте диалог по ролям, ответьте на вопросы. Абайдың үйіне кім келді? Абайдың үйіне қонақ келді. Қонақ та гость. Қонақ не істеді? Қонақ ән салды. Қонақтың аты кім? Қонақтың аты Дулат ақын. Абайға кім бата берді? Дулат Абайға бата берді. Абайдың әжесінің аты кім? Абайдың әжесі Зере. Абай өскенде кім болады? Абай өскенде ұлы ақын болады. Үшінші тапсырма. Дулат ақынның Абайға берген батасын оқы. Мұғалімнің көмегімен өлеңнің мағынасын түсін. Батаны жаттап ал. Бата – это благословение старших. Шырағым, ер жетерсің. Ер жетсен сірә не етерсің? Алысқа шырқап кетерсің. Шыдасан шыңға жетерсің.
Төртінші тапсырма. Керек сөзді дұрыс тауып сәйкестендір. Найдите нужные слова в скобках и соотнесите их. Бірінші. Абайдың ауылына Дулат әнші ма, ақын келді ма? Ақын келді. Абай Зере әжесінен ба, анасынан ба? Дулат ақын туралы сұрады. Әжесінен. Дулат ақын Абайға ақылын айтты ма, бата берді ме? Бата берді. Абай өскенде ұлы ақын атақты мүсінші болды ма? Абай өскенде кім болды? Ұлы ақын. Абай қандай адам? Дара адам ба? Дара тұлға ма? Абай дара тұлға екен, е? Жақсы балалар. Сендер де осылай деп жауап бердіңдер. Енді бүгінгі сабақтың рефлексиясы. Сабақ барысында көңіл күйің қандай болды? Неліктен? Бүгін сабақта не білдің? Сен үшін не жаңалық болды? Сабаққа қатысуыңды қалай бағалайсың? Сабақта қандай қиындықтар туындады? Сабақ аяқталғандағы көңіл күйің қандай? Неліктен? Во время урока у тебя настроение какое было? Почему? Что ты узнал сегодня на уроке? Что было новостью для тебя? Как ты оцениваешь свою активность на уроке? Какие трудности возникли на уроке? Когда урок заканчивался, какое было у тебя настроение? И почему? Отвечаем на эти вопросы голосовым сообщением. Отправляем в общий чат. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.